Саламатсыңдар ма? Бүгін фигуралардың кеңістікте орналасуы, кеңістікте фигураларды кескіндеу деген тақырыпты қарастырайық. Ең алдымен бізде текшенің қалай салынуын көрсетейік. Егер біз текшенің бір жағынан қарайтын болсақ, онда бізге шаршы көрінеді екен. Ал енді текшені біз бұратын болсақ, онда екі тіктөртбұрыштың бір сызықпен қосылып тұрған сияқты көрінеді екен. Ал енді бұның текше екенін көрсетейік. Енді текшелердің қанша қыры бар екенін санайық. Мұны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сонымен барлығы бізде текшеде 12 қыры бар екен. Ал енді төбелерін санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Текшеде 8 төбесі бар екен. Енді жақтарын санасақ, 1, 2, 3 жағы бар. Енді бұл текшенің арт жағындағы жақтарын көрейік. Бұл жақтың түсін басқа түске боялып қойыпты. Демек, бұл жағында тағы да 1, 2, 3 жағы бар екен. Сонымен барлығы 6 жағы бар. Енді текшені қалай кескіндейтінді көрсетейік. Ол үшін біз шаршы сызуымыз керек. Шаршы сыздық. Енді осы шаршыға тең болатындай артынан тағы бір шаршы сызайық. Ол үшін мен осы шаршыны көшіріп ала салайын. Енді менде 2 шаршы сызылды. Осы шаршыларды енді бір-бірімен төбелерін қосуым керек сәйкес. Текше салынды, бірақ бізде артындағы төбелері, артындағы қырлары көрінбейтін төбелері бар. Оларды біз үзік сызықпен сызуымыз керек. Енді үзік сызықпен біз көрінетіндерін қатты бастырып сатын болсақ. Бізге осы жасылмен салынған жерлері көрінеді екен текшенің. Келесі бізде шардың жазықтағы кескіні. Шардың мысалы осындай болады. Енді осы шарды жазықта қалай кескіндейміз, соны көрсетейік. Ол үшін біз жазықта шеңбер сызып алсақ, енді осы шеңбердің диаметрін жүргізіп қойып, осы жерде енді жасылмен салынғаны ол көрінетін бөлігі, ал сарымен тұрғаны көрінбейтін бөлігі. Келесі бізде пирамида. Пирамидаға мысалы осылай көрсетуге болады. Ал енді
пирамидамен танысайық. Бұл жерде пирамидада қанша қыры бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пирамидада 6 қыры бар екен. Енді бұл үш бұрышты пирамида деп аталады, себебі оның табанында жатқан табаны, мысалы мына жері, бұл үш бұрыш болып тұр. Демек, бұл үш бұрышты пирамида болады екен. Ал енді төбелерін санын көрейік. 1, 2, 3, 4. 4 төбесі бар екен. Ал енді жақтары қанша екен? 1, 2, 3. Ал енді арты бар тағы да 4. 4 жағы бар екен. Енді үш бұрышты пирамиданы жазықта қалай кескіндейміз? Ол үшін табаны үш бұрыш салуымыз керек. Енді төбесін белгілеуіміз керек. Табандағы үш бұрыштың төбелерін пирамиданың төбесіне, жаңа біз белгілеген мына төбеге қосып шығуымыз керек болады. Бұл жерде енді көрінетін бөлігі жасылмен, көрінбейтін бөлігі сарымен көрсетілді. Келесі фигурамыз цилиндр. Цилиндр дегеніміз осындай фигура кеңістіктегі. Енді бұны жазықтыққа қалай кескіндейтінін көрсетейік. Ол үшін біз эллипс салуымыз керек. Енді осы эллипсті тағы да көшіріп алайын. Ал енді біз қырына мынандай тағы да сызықтар жүргізетін боламыз. Енді бұның көрінетін бөліктерін бояп қоюымыз керек. Үсті толығымен көрінеді деп көрінеді дейтін болсақ. Ал енді астында осы бөлігі көрінетін болады. Бізде жасылмен сызылған бөлік көрінетін бөліктері, ал сарымен сызылғаны көрінбейтін сызықтары. Есепке келсек, 1148 деген есепте текшені жазықта кескіндегенде оның көрінетін қырларының және көрінбейтін қырларының санын есептеңдер дейді. Бағана кубымызға оралатын болсақ, онда біз жаңа жасылмен сызған едік. Көрінетін қырларын және көрінбейтін қырларын сарымен сызған едік. Енді қанша қыры көрінетін жазып шығайық. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сонда 9 қыры бізде көрінеді екен. 9 қыры көрінетін қырлары. Ал енді көрінбейтін қырларын көрсетейік. 1, 2, 3. Сонда 3 қыры бізде көрінбейді екен. Номер 1153 цилиндрді жазықта кескіндегенде оның көрінетін жақтарының және көрінбейтін жақтарының санын есептеңдер дейді. 144 сурет. Бұл жерде цилиндрдің көрінетін жағы, төбесі, бір жағы ғана көрінеді екен. Номер 1154 есеп. Торкөз дәптердің бетін қолданып, қабырғасының ұзындығы 2 см болатын текшенің суретін салыңдар дейді. Енді бұл жерде сіздердің дәптерлеріңізде 2 клеткамыз бізде 1 сантиметрді береді. Екі клетканы 1 сантиметр деп алатын болсақ. Ал енді
осылай сызуым керек. Енді бұлардың төбелерін қосамын. Көрінбейтін жағын сары түспен көрсетейік. Бізде текшеміз осындай болады екен. Оның әрбір қыры 2 сантиметрден. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.